Сәлем достар, біз барлығымыз шай ішеміз. Сіз сол шайдың қаншалықты зиян екенін білесіз бе? Білмесеңіз, осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сарайыңды ашатын, шаршағанды басатын бұл сусынның қазақтар үшін маңызы зор. Шайға шақыру, шай үстінде келін, шай деген сияқты сөз тіркестерін-ақ оның біздің өміріміздегі алатын орнын түсінесіздер. Десек те ыстық сусынның біршама зияны бар дейді ғалымдар. Ашқарынға қою шай ішсеңіз, оның салқын табиғаты көкбауыр мен асқазанды суытып жібереді. Тым қою шай. Тым қою шайдың құрамындағы кофеин мен таннин бас ауруы мен ұйқысыздық апаруы мүмкін. Жылы және ыстық шай бізді сергітіп оятатын әсер берсе, салқын шай салқынның сақталуы мен қақырықтың жиналуына әкеледі. Қою шай тіс пен сүйекке зиян. The New England Journal of Medicine бірнеше емделушінің шайға қатысты оқиғаларын жариялапты. Онда 47 жастағы әйел күніне 100 қалта шай қолданып тым қою ішкенді ұнатады екен. Ол 17 жыл бойында осылай күрең ыстық сусынды пайдаланып, ақыры барлық тістерінен айырылып қалған. Сондай-ақ сүйектері де тым әлсізденіп, сынғыш болып кеткен. Осылайша склероза симптомына шалдыққан. Ол сүйекке қою шайды көп ішкеннен фтордың көбеюіне әкеледі. Диетологтар шайды күніне 4-5 шынаяқтан аспайтын мөлшерде ғана ішуге кеңес береді. Әр нәрсенің пайдасы мен зияны болатыны секілді шайдың да зияны бар. Алайда шай белгілі бір уақыттарда ішуге болмайтын кездерінде зиянын тигізеді. Шайды ішуге болмайтын кездер. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауызбен жұтқыншақты ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынды суып қалған күйінде де ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз, себебі шай дәрінің күшін жояды. Көк шай. Көк шай оның пайдасы мол. Көк шай адамды семіртпейді. Несеп бөлу мен жүрек бұлшық еттерінің қызметін күшейтеді. Қан қысымын төмендетеді. Адам жанын сергітіп сейілтеді. Көк шай жан мен тәнді жадырататын дәрумендерге бай. Ол жүрек тамыр ауруларына, әсіресе қан тасу мен атеросклероз сырқатын емдеуге шипа. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне, ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздығына басы себепкер екендігі белгілі. Қытай, Жапон елдерінде көк шай жоғары бағаға ие.